Султан, таңғы сағат 6:30-тан кетті. Наталиді оятып алмаш үшін маған çalамау керек. Бұл бейнеде мен өз өмірімдегі бір күнім туралы айтқым келіп тұр. Жоспарлау, әдеттер мен өнімділікті қалай сақтайтын туралы қанша айтқаныма қарамастан, мен әдетте бұл туралы тек сөйлесетінімді байқадым. Сондықтан бұл бейнеде мен өз мерзімдерімді қалай белгілейтінімді, қалай күні бойы өнімді болып қалып, алаңдататын нәрселерден аулақ бола алатыным жайлы айтамын. Егер сіз менімен бірге бір күнімді өткізсеңіз, сондықтан бастайық. Адамдар менен кофе қайнатудың тәсілдерін сұрайды. Өткен мен бейнелеріме көп кофе мен кірістірмелерді қосамын, және әдетте мен поровер әдісін қолданамын. Бірақ біз Сиднейға көшкеннен бері мен осы портативті әдісті қолданып жүрмін. Бұл аэропресс. Түсініксіз болып көрінеді, бірақ ол өз жұмысын біледі. Сонымен қатар менде портативті кофе ұнтақтағыш бар. Өйткені маған үлкені керек емес, жолға ондайды алғым келмейді. Бұл балапанның бір кемшілігі бұршақтарды ұзақ ұнтақтау керек. Жақсы, бүгін дүйсенбі 22 ақпан. Мен мұнда жұмысқа кірісейін деп отырмын. Әдетте таңертең мен істер тізімін ашамын. Егер мен күнімді кеше жоспарламаған болсам, ал мен ертеңді жоспарлағанды ұнатамын. Сол кезде мен өзімді өнімді, тапсырмамды орындайтыныма және таңғы уақытым босқа кетпейтініне сенімді боламын. Мен күніме жоспар құраймын, аптамды жоспарлаймын. Ояққа орындағым келетін үлкен маңызды тапсырмаларды енгіземін. Мен өзімнің ең маңызды істерімді тек 3 тапсырмаға шейін шектегенді ұнатамын. Мен сізге дәл қазір оның қалай көрінетінін көрсетемін. Сонда сіз мен күндерімді қалай жоспарлайтынымды түсінесіз. Сіз көріп тұрғандай менде дүйсенбіге жоспарланған біраз тапсырма бар. Өткені бұның ішіне бір жеке ісім араласып кетті. Ол бицепс пен арқамды жаттықтыру. Ал мұндағы екі тапсырма оларды көбіне шолу керек. Және әрбіреуі кем дегенде менің 30 минутымды алады. Үстінде күнімнің көп бөлігін жеп қоятын тапсырмалар тұр. Сонымен менің бүгінгі басты мақсатым контент стратегия бойынша сабақ жазу. Ол алдағы YouTube курсында болады. Оған менің 3-4 сағатым кетеді. Ал тәжірибем бойынша әрқашан бұл болжағаннан көрі көбірек уақытты алады. Мен істерге қанша уақыт кететінін дұрыс бағалай алмаймын. Сондықтан 3-4 сағатта бітіргеннің өзі жақсы болар еді. Ал егер қолымнан келмесе, мен күнімнің қалған бөлігі оны бітірумен өтеді. Мен бұл тапсырманы толықтай аяқтамайынша келесі тапсырмаға көшпеймін. Содан кейін құпия подкастты түсіру мен өңдеуге уақытым кетеді. Бұл 34-ші бөлім. Ол менің Patreon'дағы бауырларыма арналған подкаст. Оны түсіруге және өңдеуге бірнеше сағат қажет. Мен бұл эпизодты жоспарлап, сұрақтарды шешіп ретке келтіріп қойдым. Сондықтан бұл істі бітіруге көп уақыт керек емес. Содан кейін соңғы үлкен тапсырмам күнделікті өнімділігім жайлы влог түсіру. Және мен дәл қазір осы тапсырманы істеп жатырмын. Бірақ, шыны керек, мен осындай влогтар түсіргенде күнім бұзылады. Яғни қазір сағат таңғы 8-ге 10 минут қалды, ал мен 6:30-да ояндым. Кіріспе кадрларды түсіру үшін маған 1 сағаттан астам уақыт керек болды. Жоқ, бұл тісімді тазалау менен кофе қайнатуға 1 сағат құртқанымды білдірмейді. Және таңертең мен күнтізбені тексергенді ұнатамын. Сондықтан сіз осы жерден бір негізгі тапсырманы көре аласыз. Күнтізбеге мен барлық кездесулерімді, сұхбаттамаларымды және осы сияқты жұмыстарымды сақтаймын. Мен әдетте іс-шараларды 2 аптадан ары қарай жоспарламаймын. Шыны керек, мен өзім кестемді таза ұстағанды ұнатамын. Осының арқасында мен ең маңызды жұмысқа зейінімді сала аламын. Ал олар мен бейнелерім, курстар мен жұмысым және басқа да қызықты нәрселер. Осы жақта YouTube курсының сұрақтарына байланысты Наталимен кездесу. Мен көп тапсырмаларды орындауым керек, бірақ мен қолымнан келгенше жұмыстарды бітіруге тырысамын. Бүгін істеуді ұмытып кеткен бір нәрсе үшін Натали маған ренжіп қалды. Мен бетімді жууды ұмытып кеттім. Мен саған ренжімедім, жай ғана көңілім қалды. Бетіне ылғалдағыш крем артық болмас еді. Рахметжан, мен далаға шығып күте тұрайын. Жақсы.
Менің күнделікті мақсатым осы нүктеге шейін барынша тезірек жету, отырып алып жұмысқа кірісуге. Көптеген кедергілер, алаңдатқыштар мен ақтаулар жұмысқа кірісерге дейін жолымызда тұрып қалуы мүмкін. Сондықтан осы жерге дейін неғұрлым тез жетсеңіз, соғұрлым жақсы болады. Мені сізді алдайтын болады. Электрондық поштаны тексеру керек. Ой, мұны кейінге қалдыра салай. Бірақ егер сіз бұл қарсылықты жеңе алсаңыз, отырып жұмысқа кіріссеңіз, состояние потокаға түсуге көп уақыт кетпейді. Сәлем, Нат. Сәлем. Наталья екеуміз кенеттен жиналыс ұйымдастырдық. Баяу дамудың әлеуметтік парақшасын талқылау үшін. Дәл қазір біз сәл ребрендингтің ортасындамыз. /facelift біздің парақшамыз. Сондықтан бізге дизайнер жіберген бірнеше нұсқаларды қарап, не ұнағаны және не ұнамағаны жайлы әңгімелесуіміз керек. Сіз бұрыннан білетін шығарсыз, Нат соңғы бір жылда менің баяу даму бизнесінде менімен бірге жұмыс істеді, және ол жеке жұмыстары үшін дүйсенбісін босатты. Содан бізде әдетте сөйлесуге көп зат табылады. Маған минималистік жазбалардың қоспасы ұнады. Осы 4 шағын тәсілі сияқты. Бұл үлкен көңіл тартатын үшеуінен гөрі. Айтқым келгені, егер біз осын алатын болсақ, қиындықтарға тап боламыз. Өйткені бұл қазіргі уақытта біздің парақшамыздан контентімен сәйкес келмейді. Жақсы, қазір таңғы 11 және бұл менің күндізгі бірінші тамағымның уақыты. Бұл бізде ланч. Сен мұны міндетті түрде көргің келмей қалады. Дайынсыз ма? Көрсе? Құдайым-ау. Камераға көрсетші. Құдайға антетем, өрмекші жақсырақ болу ереді. Сіздердің қамдарыңыз үшін бұны түсіндіруге де тырыспайым. Қалай көрінеді? Нат, не дейсің? Мұна өз тамақ па? Мен күнімді бұзып алмау үшін бар күшімді салып тырысып жатырмын. Және кешегі жексенбі күнін мен кейінгі күндерге тамақтарды дайындаумен өткіздім. Жарайды, қазір мен түскі асын рецептін көрсетемін, мұқият тыңдап алыңыз. Екінші рет қайталамайым. Бірінші қадам күрішті қайнатыңыз. Екінші қадам тауық етін маринадтаңыз. Үшінші қадам күрішті артығынан ұстап, содан кейін тауықты соңына дейін пісірмей шамадан тыс пісіріңіз. Жемістерді торып, алманың қалғанын жеп қойыңыз. Ысырап болмау керек қой. Блендерге лақтырып, араластырамыз. Бұның бәрін жинап, тоңазытқышқа саламыз. Мен тағамдарым оңай істелінеді. Өйткені артық кете алмайым. Бұл бір тауық еті мен күріш, смузи менен. Бірақ бұл мен үшін жарайды, және мен бұдан ләззат аламын. Бұл маған керекті нутриенттерді алуға көмектеседі, әсіресе жаттығу алдында. Осыдан мен шамамен 11-12-лерде тамақтанғанды ұнатамын. Содан мен жаттығу залына жеткенше сағат 3-терде тамағым қорытылып, жаттығуларыма арналған жанармайға айналып үлгереді. Мен әдетте күнімде Инстаграмнан аулақ болуға жақсымын. Бірақ түскі ас кезінде менде Инстаграмды және басқа да әлеуметтік желілерді шолуға арналған саналы түрде өткізетін уақытым болады. Жақсы, мен курс сабағын сценарийіне қайта оралып жатырмын. Мен бүгін таңертең жақсы жұмыс істедім. Бұлай жалғаса берсем, жұмысты келесі 1-2 сағатта бітіріп қалармын, немесе одан да ұзағырақ. Және солай болды. Келесі 2 сағат жазуменен өтті. Тапсырманы орындап бітіруге керекті уақытты арнадым. Үлкен жобаларды аяқтауға көмектесетін басты нәрселердің бірі тұрақтылық. Бұл кілт сияқты. Тұрақты болу үшін сіз бекітілген мерзімдерді орнатуыңыз қажет. Мен YouTube арнамды бастап жатқан кезінде соңғы мерзім дүйсенбі деп белгіледім. Әр дүйсенбі сайын мен бейнен жүктеп тұратынмын. Ақырында ол жылжи бастады. Сейсенбі, сәрсенбі. Бірақ әр аптаға бекітілген мерзім маған өз мақсатым жолында қалуға көмектесті. Қазір мен апта сайын бейне жүктеп тұрамын. Жиірек болуды тастадым. Себебі мен психикалық денсаулығыма назар аударуға тырысып жатырмын. YouTube бейнелерді жүктеуменен контент жасаушы адам болу мен қудырып жібермей тұрғанша. Бірақ мен әлі де ойлаймын, дәл болмасын, бірақ тұрақты мерзімдер болу керек. Әрине, мерзімдерді кейінге шегеруге болады. Егер сіз бұны керек деп ойласаңыз, бұл қадамға мен оңайлықпен қарамаймын. Бұны төтенше шара ретінде қарастырамын.
Егер сізге шынымен де керемет жобаны не бейнені аяқтауға тағы уақыт керек болса, және сізде орындау міндеттемесі болған кезде, мерзімдерді ұстануға тырысқанда, жіберем деген уәден бергенде, ол қандай кезеңде болмасын, сіз уақыт табасыз. Көбіне біз бұл жобаны бітіруге мүмкіндігімізше көп уақыт құртамыз, кейбіреулеріміз кейінге қалдырамыз. Бірақ ақыры мерзімдерді енгізгенде біз қашан жіберу керектігін білуіміз қажет. Аяқтау керек болғанда, жарайды, мен қолымнан келген ең жақсы нәтиже осы деп айтуымыз керек. Сонымен бұл екінші нөмірлі күтпеген кездесу. Бұлай жиі болып тұрады. Нат екеуміз қазір курстың мазмұны мен контенті жайлы кездесу өткізбекшіміз. Сондықтан қазір біз бұнымен айналысамыз. Жарай! Бұл жігітпен кездесуді жүргізу өте қиын, өйткені оның ойы тек күте тұр, қазір дұрыс кадрды қойып алайын, дәл мен сөйлемнің ортасында айтады. Ал жалғастырып жатсам, басқа қырдан сөйлемінді қайталай аласың ба деп тұрады. Жоқ, біз сөйлесіп жатырмыз деп ойладым. Білесің бе, бірінші ереже керекті кадрды ұстап ал. Сондықтан ғой? Ондай болмайды, бұл Австралия ғой, мылтыққа рұқсат етілмейді. Кестесі. Жоқ, кеспейім. Алып тастай сал. Мен тағы да қосам. Жоқ. Атыстың дыбыстарын қосам. Жоқ. Кездесу кәдімгідей нәтижелі болған жоқ. Содан кейін мен келесі 45 минутқа не одан да көпке жазуға қайта оралдым. Натпен екі кенет кездесуден кейін біз кездесулердің басты кездесуіне дайынбыз. Сен дайынсың ма, Нат? Иә. Онда кеттік. Бұл қиын. Сен арнаның атын қой, қолымызда контент стратегиясы болмай тұрып. Мен де солай ойлаймын. Өте қиын. Ал бұл кездесу нәтижелі болды. Бірақ күннің соңына қарай біраз көңілім қалды. Өзімнен үлгермеуім мен артық тырысып қойғыштығымды сезінгенімнен. Мен түсінбей отырмын. Неге мен басым мынандай? Неге сен басың ондай? Не болып жатыр? Білмеймін, саған дәрігерге бару керек шығар. Сонымен Мэтт кейде ауырып кетеді. Бұл сағат 4-терге қарата болады. Күн сайын. Бәрі дұрыс, бұл біз үшін қалыпты. Болмыстың мәніне күмәндану. Неге ауада біздің уақытымыз таусылып бара жатқандай сезім ұшып жүр? Осы жақта кірпігінің көзінің астында. Үрле. Не тіледің? Жақсырақ өмірді. Иә, мен бүгін таңертең осы 5 нәрсені істеп бітірем дедім, және ақырында күткенімнен тиімділігім төмен болды. Бірақ бұлай боп тұрады. Күн сайын боп тұрады. Және бұл адамдарды күйіп кетуге апарады. Өйткені күні бойы тертуге жұмыс істеп, содан кейін жоспарланған жолдың жартысын өзін өтпегенін түсінесің. Ынтымақтастық оңай жұмыс емес. Иә, содан мен ойымша мерзімдерді шегерусіз болмайды. Сен қайту мен шекараларды білуің керек. Сондықтан мен дәл қазір жаттығу залына барам. Өйткені мен жаттығу жасауым керек қой. Сосын біз жағажайға барамыз. Содан соң біз жағажайда жүреміз. Кеттік. Құндылықтар. Сонымен менің жұмыс күнім аяқталды. Содан мен жаттығу залына барайын деп жатырым. Дәл қазір түскі 4 істер тізімін қарайық, және бүгінге не бітіргенімді белгілеп кетейік. Мен контент стратегия сабағын жаздым. Мен оны аяқтамадым, бірақ орындадым деп белгілеп қойайық. Сосын мен оны сәрсенбі күніне қосайын. Контент стратегия бойынша сабақты жазу. Содан кейін мен бұны өше салайын. Сонымен мен бұл істі сәрсенбіде аяқтаймын, және құпия подкасты да сәрсенбі күніне көшірейін. Влог түсіру стилінде дайын. Және қалған екеуінде бітірдім. Мен барлық маңызды нәрселерді қарап шықтым. Сондықтан мен бицепс пен арқамды жаттықтырайын деп жатырмын. Мүмкін бұл мен өмірімдегі ең нақты істер тізімі өзіме құрай алатын. Достар, бұл сіздерге мен сияқты көп нәрсені білетін, өнімділік пен әдеттер және тиімді жұмыс тәртібін құрай алатын адамның өзімен өмірдің қаншалықты беймаза болатынын көрсетеді деген үміттемін. Сіз немен байланысқаныңызды ешқашан да білмейсіз. Сіз бір күнде қанша жұмыс істеу керектігін болжап көруде әрқашан жаман боласыз. Бұл процестің бір бөлігі. Жай ғана жұмысты жалғастырып алға қарай ұмтылыңыз және қолыңыздан келгеннің барлығын жасап шығыңыз. Егер мен сізге күнімді толықтай көрсетпесем, бұл нағыз күн болмайды. Сонымен маған не керек? Қайсын таңдайсың? Жақсысын әлде балғынын? Балғыны бос. Мен саған жақсысын берем. Саған ішуге немесе басқа бірдеңе? Иә, егер болса. Бұл сенде бит па?
Нат, сен ресми түрде қуып кеттің. Сонымен жаттығуым аяқталды. Енді пәтерге қайтамыз. Жағажайға соғып кетеміз ба? Сіз қалай ойлайсыз? Біз ойлаймыз. Сіз ойлайсыз? Иә. Алып кет. Барлығын өзін алып кіргеніне рахмет. Маған бірнеше файлды тасымалдау керек болды. Міне қараңыз, мына картридерға. Мен 256 гигабайттық карталардың 2,5-ын толтырдым. Бұл дегеніміз, мысал мен 600 гигабайт 4К сапасында. Бір күн влогингта түсірілген материал. Бұны Canon EOS R5-ке түсірдім. Бұның бәрі мұндай қиын жобаға қанша сақтайтын орын қажет екенін түсінуге көмектеседі. Содан менде бірнеше жұмыс қалды. Бұл файлдарды түрлендіру керек. Ертең монтажға толық түрде дайын болу үшін. Тоңазытқышты қарап көрші. Аха, сарымсақтың жанында. Дұрыс шешім болыпты тоңазытқышқа салған. Сарымсақтың маңында. Мен сарымсақ қайда екен білетін сияқты айттың ғой, мен оны мүлде жемеймін да. Қараңыздаршы, бұл салауатты өмір ғой. Біраз уақыт өтті, я? Жаттығудан кейінгі қажет нәрсе ғой. Ішінде не бар екен көрсетші? Начинкасы керемет. Бүгін жағажайға бармайтын болдық. Сыртта жаңбырдың иісі шығып тұр. Дала жаңбыр ғой. Рас па? Иә. Жаңбырды сезіп тұрған жоқпын. Барғың келе ма? Онша емес. Бүгін дала бір түрлі боп көрінеді. Бұл мен барлық жейделерім. Қолтығымда тесік бар. Дәу, е? Сіз байқаған боларсыз, бұл дақты жейдемде тұр кетпейді. Және күні бойы осылай жүріп шықтым, бұдан маған тым ыңғайсыз болып тұр. Жаңа жейделер сатып алу керек еді. Кешкі асқа дейін Нат екеуміз бірге бір шама уақыт өткіземіз. Австралиялық пәтерімізде ас үйіміз шағын болғандықтан біз тамақты жеткізу қызметіне жазылуды шештік. Оның аты дұрыс тамақты тұтын. Бұл тамаша, олар балғын тамақтар жеткізеді. Неше рет ет? Аптасына 2 рет? Аптасына 2 рет. Айтқанымдай бұл керемет, және мен соны жаңа ғана жылыттым. Сіздер білетін шығарсыздар, осы жылы өміріме енгізгім келетін бір әдетті, көбірек кітап оқу. Оны мен соңғы 2 жылда бұзып алдым, және оған қайта орала алғаным өте жақсы болды. Мен қазір 4-ші кітапқа келдім. Бұл осы жылдағы алғашқы әдеби кітабым. Шаяндар ән салатын жерде. Әдемі, таңғажайып кітап. Ол мен көркем әдебиетке деген сүйіспеншілігімді қайта жаңғыртты. Сондықтан бұл менің биыл оқыған соңғы әдеби кітабым емес. Мен оны бітіріп қалдым. Шамамен 10-15 бет қана қалды. Бүгін аяқтап қалатын шығармын. Содан кейін ұйқыға кетем. Бұнымен күнім аяқталады. Иә. Қайырлы түн, Ботақаным.